Сәлеметсіздер ме, құрметті Қазақмет көрермендері. Пайдалы айдаршамыз өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі тақырыбымыз түнде жеуге болатын 8 тағам. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Біз бүгін сіздерге түнде жесеңіз де дене бітіміңіздің құртуына жол бермейтін тағамдарды ұсынбақпыз. Бірінші, 1 стакан айран. Егер түн ортасында қарныңыз аша бастаса, 1 стакан айран ішіп алыңыз. Майлы айранның 100 граммында 56 калория, майлы емес айранның 100 граммында 30 калория мөлшерде болады. Екінші, грейпфрут. Құрамында қант, органикалық қышқылдар бар дәмді әрі пайдалы жеміс артық майдан сақтайды. Сонымен қатар асқазан ауруын басады. Үшінші, ананастың бір тілімі. Ананастың бір тілімінің өзі аш қарынға айтарлықтай ем. Төртінші, алма. Алма да түн ішінде қарын тойғызады. Алма жесем артық май жинап алармын деп ойлаушы да болмаңыз. Бесінші, аз ғана кептірілген жеміс. Егер түн ішінде тәтті жегіңіз келсе, онда кептірілген өрік пен кептірілген қара өріктен 1-2 тал жеп алғаныңыздың артықшылығы жоқ. Алтыншы, аз ғана жаңғақ. Әрине, жаңғақта көп калория бар, бірақ та бетті жеңу үшін 1-2 тал жаңғақ жеуге тура келеді. Жетінші, 1 банан. Бананның сыртын аша салып, жей салмаңыз. Оны алдымен майдалап турап, асықпай жеңіз. Сегізінші, піскен көкөніс. Піскен көкөністі кішкентай ғана тәрелкеге салып, жеп алыңыз. Ол сіздің дене бітіміңіздің бұзылуына жол бермейді. Осымен пайдалы айдаршамыз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.